Құрметті тыңдармандар, біз сіздермен Ибн Халдунның Мұқаддима кітабымен танысып жатқан болатынбыз. Бүгін бізде 4-ші сабақ, видео сабақ. Олай болатын болса, біз ары қарай жалғастырамыз. Кітап авторы бізге қоғамды құрдымға жіберетін, қоғамға зардап алып келетін ақпараттар туралы баяндап жатты. Олардың біріншісі тарихты бұрмалайтын жалған ақпараттар, екіншісі сенімге қатысты жалған ақпараттар, үшіншісі тарихи тұлғаларға қарсы бағытталған ақпараттар болатын. Осы тарихи тұлғаларға қатысты жалған ақпараттар арасында біз Харун Рашид жабылған жалалар, яғни ішімдік ішті, күнәһар еді деген сияқты жалған ақпараттарға берілген жауаптарды тыңдап жатқанбыз. Солардың ішінде бірінші Харун Рашидтің атасы туралы айтты. Мансұр ол өте үнемшіл болған, өте тақуа болған, жалпы Муатта сияқты кітаптардың жазылуына себеп болған. Одан кейін келесі кезек оның әкесі туралы айтты, Мәхди. Бұл да өте діндар болғандығын атап өтті. Осындай тәрбиеде өскен Харун Рашид, яғни бірде Мансұр, атасы Мансұр мемлекеттің ақшасын өзінің отбасына киімге бөлдірмей қойған кезде, әкесі Мәхди өзінің қалтасынан ақша шығарып киім сатып алатынын айтқан. Сол кезде атасы Мансұр солай дұрыс, солай жаса деп айтқан дейді. Яғни осылайша мұсылман қауымының қазынасын, қаржысын жұмсауда, өзінің отбасына жұмсауға мүлде рұқсат бермегендігі, яғни тақуалығы туралы баяндаған болатын. Сосын айтады, Харун Рашид расында осындай шыншыл, үнемшіл, құдайшыл халифалардың дәуіріне жақын еді дейді. Сондай отбасында тәрбие көрді. Бұның табиғатына, отбасында өнегелер табиғатына сіңіп кеткен еді дейді. Мұндай адамға ішімдік ішті, ашықтан ашық ішімдік ішті деп айыптау, бұл орынсыз мәселе болып табылады дейді. Бұның ата-бабаларын, жалпы басшы болған ата-бабалар, ислам дініне келгеннен кейінгі ата-бабаларының өзін былай қойғанда дейді, тіпті жахилет дәуірінің, надандық дәуірдегі ата-бабаларының өзі күнәдан алыс болған деп айтады. Бұлай сенімді түрде айтып жатқан себебі, Абдулла ибн Аббастың әкесі Аббас бұл пайғамбардың көкесі еді, ал пайғамбардың тегі адам атаға дейін күнә жасамаған деген түсінікке соны негізге алып, тіпті надандық дәуірінде де ішімдік ішпеген деп сенімді түрде айтып жатыр ата-бабалар жайлы. Содан кейін мынау мәселеге бір қараңдаршы дейді. Имам Табари мен Масғуди халифа Рашидтің жеке дәрігері Жабраил ибн Бахтайштан мынандай ақпаратты жеткізеді дейді. Сол айтты деп мынандай ақпарат жеткізеді. Бір күні Харун Рашидтің дастарханына балық келген дейді. Дәрігер оны балықты дастарханға жібермеген дейді. Бұны біздің үйге алып бар деп айтқан дейді. Осы мәселені Харун Рашид қызметшілерге бақылау тапсырған. Бұл не мәселе деген сияқты. Содан дәрігер үйіне келіп, балықты 3-ке бөлген. Сосын бір бөлігіне дәмдеуіштер, дәрі ретінде дайындалған ет, көкөністер, салқындататын заттар, солар тәттілер араластырған. Екіншісіне су құйған, үшіншісі ыдысқа таза шарап құйған. Содан соң қызметшілерге қарап, мынау бірінші, екінші бұл халифаның тағамы. Яғни халифаға тағам жасасаңдар, осылай жасаңдар деген сияқты. Үшінші ыдысты көрсетіп, бұл дейді Бахташияқтың тағамы, яғни өзінің, бұл менікі деген сияқты көрсеткен дейді. Сонымен көп өтпей Харун Рашид таңертең ұйқысынан тұрған кезде дәрігердің жасағанын алдына алып келеді. 3 ыдыста 3 балық. Шарап құйған ыдыстағы балық ыдырап кеткен, быт-шыт болып кеткен. Басқа ыдыстағылар кішкене иісі бұзылған, яғни иістенген, иісі бұзылған. Осылайша Ибн Бахтайша өзі
балықты не үшін жегізбегенін түсіндірілмекші болады. Сол кезде ол айтады, ішімдік ішу бұл осы отбасыда, Харун-ар-Рашидтің емес, отбасында ішімдік ішу ықтималдығынан сақ болу жөнінде сақ бермекші болды, яғни ішімдіктің зардабын. Сонымен қатар Абу Нубаси деген аталатын кісі, өзі ақын болған, ішімдікке қатты салынған. Осы Харун-ар-Рашидтің заманында дүре соғуға бұйырған. Харун-ар-Рашид оны дүре соғуға, өйткені қатты салынып кеткен, салынып ішкен, сол ішімдік ішкен үшін оған дүре соққандығын алдыға тартады. Яғни ішімдік ішкен адамды да Харун-ар-Рашид өзі жақтырмайтын еді дейді. Сосын Харун-ар-Рашидтің енді нәбиз деп аталатын сусын ішкендігін айтады. Бұл сусын өзі ішімдік, яғни мас қылатын ішімдік емес, бұл жай сусын, құрмадан дайындалатын сусын дейді. Мұндай ирактық фиқ мектебі бойынша, пәтуа бойынша бұл сусынды ішуге болады, өйткені бұл адамды мас қылмайды дейді. Харун-ар-Рашид ешқашан таза шарап ішпеген дейді. Оған ішті деп айту ол жала дейді. Осы нәбизді ішкенін естіп, ішімдік ішті деп айту ол жала болады дейді. Сонымен қатар Харун-ар-Рашидтің тіпті азық-түлік, әшекей, рұқсат болған нәрселердің өзінен бойын аулақ салғандығы, мубах болған нәрселердің өзінен бойын аулақ салған болса, ол қалайша арам істерге барады деп түсіндіреді. Сосын тарихшылар Табари мен Масудиден бір болған оқиға деп келтіреді. Умавилер мен Аббаси халифалары ертеде аз мөлшерде күміс қолданатын еді дейді. Мынандай белдікке, қылышқа, жүгенге, ата әбзелдеріне осындай аз мөлшерде күміс қолданатын еді дейді. Харун-ар-Рашидтен кейін, 8 халифадан кейін, Муътаз ибн Мутаваккилдің заманында ғана ең алғаш алтынды әшекей ретінде, әбзел ретінде пайдалану кеңінен таныла бастады. Тіпті бұл кезде әшекейдің өзі бір рұқсат етілмеген нәрсе, рұқсат нәрсенің өзінен бойын аулақ салғандығын айтады. Содан кейін біз бұл туралы бірінші кітапта тоқталамыз деді. Иншаалла, Аллаху л-хади иля сауаб. Алла дұрыс жолға бастасын деген дұғамен осы жерден аяқтайды. Осы жерден ары қарай Харун-ар-Рашидтің баласы Маъмун туралы жалған ақпараттар туралы баяндайды. Енді Харун-ар-Рашид пен Маъмунға не үшін жала жабылып отыр десеңіздер, себебі Харун-ар-Рашид пен Маъмун бұл Байтул Хикма, мұсылман ренессансының негізі болған Байтул Хикманы құрған өте ұлық адамдар еді. Сол себептен бұларға жалған ақпараттар жабылып жатыр. Осы Маъмун дейді, Яхья ибн Ахсам екеуі бір күні түрі жаман ішіпті дейді. Жалған ақпарат бойынша екеуі ішіпті дейді. Сосын оның мас болып қалғанын көрген Маъмун Яхьяны апарып гүлдердің арасына көмкеріп тастапты дейді, көміп тастаған дейді. Содан гүлдердің арасына оянып, осы Маъмунға қарап өлең арнапты дейді. Я саиду ва амирун насил куллихим. Барша адамдардың әміршісі болған мырзам, Қад жара фи хукми мән кән есқи. Маған шарап құюшы, маған зұлымдық жасады. Инни ғафилту анин сақисаб. Мен болсам, маған айла жасап жатқанда қабілетсіз болдым, жаңағыдай абайламадым дейді. Кәмә тарони сәлибәл ақли вәл дини. Өзің көріп тұрғандай, мені ақыл мен дінімнен
ақылымнан дінімнен айырылып қалдым деп осындай ән айтып тұрды деген жалған ақпарат тарайды. Автор айтады, бұл оқиға тура Харун Рашидқа жабылған жала сияқты дейді. Ол екеуі бар болғаны нәбиз, бағанағы құрмадан жасалған сусын, яғни мас қылмайтын сусын ішкен дейді. Нәбиз сусыны мас қылатын қасиеті болмайды дейді. Болмаған соң ол харам емес дейді. Олардың расында ішімдіктен алыс жандар еді дейді. Сосын осы Яхия мен Мамунның достығы туралы айтады. Бұл негізі сол екеуінің достығын көре алмаған себептен жасалып жатқан еді. Бұлардың достығы дін үшін еді дейді. Яхия ибн Ахсан болса дейді, хадис ғылымда танымал ғалымдардың бірі дейді. Имам Ахмад ибн Хамбал Исмаил Қази Яхия осы ибн Ахсамды хадис ғалымы деп мақтаған дейді. Кейіннен Хафиз Миззи болса, бұл Бұхариден басқа барша ғалымдар бұдан хадис алған. Имам Тирмизи бұдан хадис риуаят еткен. Бұхариден басқасының бәрі бұдан хадис риуаят еткен. Яғни хадис риуаят, ішімдік ішетін, күнә жасайтын адамнан ешқашан хадис риуаят етілмейді деген мақсатта айтылады. Бұның ұятын жоғалтқан кейбір кісілер тіпті оны жас бозбала сияқты осындай әрекеттерге барды деп айыптады дейді. Алла тағала жабылған жала, бұл жабылған жалалар Алла тағалаға жабылған жала сияқты дейді. Өйткені ғалымға жабылған жалалар ғой енді. Бұлардың барлығы негізінде дұшпандардың жала жабу әрекеттері ғана дейді. Өйткені бұл Яхия ибн Ахсам өзі ғалым болған, сол халифа екеуінің арасындағы достыққа жасалған қызғаныштан туған ақпараттар ғана дейді. Имам Ахмад осы Яхия туралы айтылған сөзге қатты бір ашуланып айтылып жатқан әңгімені тоқтатқан дейді. Субханалла, Қала субханалла, субханалла деп жаңағы бұл Қала субханалла, субханалла, өмән яқулу хаза, бұндай сөздерді кім айтып жүр деп оның жаңағыдай жалған ақпаратты айтып жатқан адамды тоқтатып тастаған дейді. Исмаил Қазида Яхия туралы айтқан кезде, Яхия туралы жалған ақпарат айтқанда, жалғаншылар мен қызғаныш иелерінің жалған сөздері әділеттен алыс болған үшін Алладан пана сұраймын деген осындай дұғалар айтқан. Яғни ислам дінінің танымал ғұламаларының өзі бұл жалған ақпараттарды жалғанға шығарған. Жоғарыда айтылған жаңағыда Иқтул Фарид атты кітапта алдында келтірілген жалған ақпараттардың ішінде осындай бір хикая келтіреді дейді. Мағмун өзі Бағдат шаһарын серуендеп жүріп, өзінің әйелін қалай тапты деген кезде осындай түні бойы шарап ішіп, әңгімелесіп, жаңағыдай бір жерге келіп, сол жерде себетке мініп, қазіргі лифті сияқты сонымен жоғарыға көтеріліп, бір әдемі қызға ғашық болып, онымен таңға дейін шарап ішті деген осындай жалған ақпараттар келтіреді. Хасан ибн Сәхілдің қызына солай үйленді дейді. Хасан ибн Сәхіл болса, негізі ол да тақуа кісі болғандығын алға тартады. Бұндай жалған ақпараттар өте көп дейді. Яғни бұндай жалған ақпараттар өте көп дейді. Өкінішке қарай тарихшылардың арасында бұндайлар көп. Мұндай жалған оқиғаларды ойдан шығарып көпшілік арасында тарату негізі тыйым салынған, арам дейді. Себебі мұндай жалған әңгімелер адамдардың нәпсісіне ләззат сыйлап, түрлі теріс ойларға жетелеп, қоғам өкілдері арасында кереғар пікірлерді қалыптастырып, басқалардың абыройына дақ түсіреді. Сондықтан бұл тыйым салынған дейді. Сосын айтады, адамдар өздерінің нәпсілік қалаулары мен еріктерін ақтау үшін, өмірінде жасаған пенделіктерін ақтау үшін осындай уәждерді келтіреді дейді. Сол себептен олар
мұндай жалған әңгімелерді арнайы іздеп жүреді. Тіпті өте нашар жерлерде дерексіз өтіріктің арасында болса да соны іліп алып насихаттауға тырысады дейді. Мұндай жалған әңгімелерді арнайы насихаттаушыға барша аяны олар тұлғалардың лайықты кәміл сипаттарын өнеге алса өздері үшін жақсы болады. Мысалы, бір адамның бойында өте жақсы қасиеттер бар, соның жақсы қасиеттерін ешқашан айтпай, тек кемшіліктерін ғана деп. Бұл нәрсе қазір әсіресе біздің қоғамда өте қатты белең алып кеткен қазір. Біреудің кемшілігін ғана айту әдетке айналып кеткен біз. Содан кейін осындай жалған ақпараттарға сеніп кейбір билік иелері де бір орынсыз істермен айналысып жүргенін айтады. Сондайдың біреуіне бір шахзадаға мен кеңес айттым дейді. Субханалла, сіз неге оның сөйтіп кеңес айтқанында дейді, ол Ибрахим ибн Мәхди де кезінде бір бос істермен айналысты ғой деп ақтала бастады дейді. Сол кезде мен айттым, субханалла, сіз неге оның әкесі мен ағаларынан үлгі алмайсыз? Бұл өнерге барынша беріліп тек сонымен ғана шұғылданып шектен тыс салыну Ибрахимді халифалық лауазымнан махрұм қалдырған сіз білмейсіз ба деген кезде сол шахзада сөзімді естімеген соң айтып бұрылып кетті дейді. Қазіргі таңда да мысалы дін туралы ақпарат айтылса тек бір өздеріне жағымсыз ақпараттарды ғана айтады. Мысалы дін кісілердің жалпы ата-ана туралы айтып жатқаны, қоғамға пайдалы нәрселер туралы айтып жатқаны, жаңағыдай мұқтаждарға көмек беруге шақырып жатқандар туралы ақпараттар айтылмайды, тек қана кемшіліктер ғана айтылып жатыр. Бұндай қоғам міндетті түрде құрдымға баратынын айтады. Енді бұл келесі жағдай, келесі ақпарат бұл Әхлі Байт, яғни пайғамбардың отбасына жасалған шабуылдар туралы келесі тақырыптар сол жайлы болмақ. Енді осы жерден тағы бір қысқаша тоқтайтын болсақ,